Сәлеметсіздер ме оқырмандар, параграф 25 Қазақстанның қызыл кітабы. Бірінші тапсырма. Суреттер мен тірек сөздер бойынша бүгінгі тақырыпқа болжам жасаңдар. Тірек сөздер: жануарларға қамқорлық, жойылу қаупі бар аңдарды қорғауға алу, табиғатты аялау, көркейту. Енді бұл жерде суреттер мен тірек сөздерге қарап, бүгінгі тақырып жойылып бара жатқан аңдарға қатысты болатынын болжаймыз. Екінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңдар. Мәтінге жоспар құрыңдар. Қызыл кітап. Қазақстанның қызыл кітабы республика аумағында кездесетін сирек саны азайып, жойылып кету қаупі бар жануарлар мен өсімдік түрлері туралы. Оларды ғылыми зерттеу, қорғау, қалпына келтіру, тиімді пайдалану туралы толық мәліметтері бар негізгі құжат. Қазақстанның қызыл кітабы жануарлар мен өсімдіктер деп аталатын 2 томнан тұрады. Оның омыртқалы жануарларға арналған бірінші бөлімі 1978 жылы басылып шықты. Оған омыртқалылардың 78 түрі енді. Оларға сүтқоректілерден қара кірпі, көк суыр, құндыз, үнді қайраңы, қызыл қасқыр, тянь-шань аюы, қара күзен, Орта Азия сілеусіні, шағыл мысығы, қара құйрық, үстірт қойы, арқар тағы басқа құстардан Алтай ұлары, қала ләйлек, қара ләйлек, кәдімгі қоқиқаз, дуадақ, безгелдек, бүркіт, су бүркіт, лашын тағы басқа балықтардан Сырдария таспекіресі, Арал албырты, Каспий таспекіресі тағы басқа кірді. Қазақстан қызыл кітабының өсімдіктерге арналған екінші бөлімі 1981 жылы басылып шықты. Оған өсімдіктердің 308 түрі тіркелді. Қызыл кітап аң құс пен өсімдіктердің белгілі бір түрлерінің жойылу қаупі, оларды көздің қарашығындай қорғау қажеттігін, оларды аулауға тыйым салынғанын ескертетін белгі. Сол түрлерді сақтап, көбейту ісінің бағдарламасы болып табылады. Ол кім, бұл не кітабынан? Енді сұрақтарға жауап берейік. Қалай ойлайсыңдар, бұл кітаптың түсі неге қызыл? Екінші, көздің қарашығындай қорғау дегенді қалай түсінесіңдер? Үшінші, суреттердегі қызыл кітапқа енген аңдарды атаңдар. Олар туралы не білесіңдер? Ақпарат жинаңдар. Сұрақтарға жауап. Кітаптың түсі қызыл болуының себебі қызыл түс тыйым салу мағынасын білдіреді. Екінші, бұл сөздің мағынасы абайлау, сақтау деген мағынада. Үшінші, ақ дегелек, бүркіт, суреттегі аң құстардың атауы ақ дегелек, бүркіт, барыс, арқар. Ақ дегелек соңғы деректерге қарағанда Қазақстанда 15-30 жұптай ғана кездеседі. Кейбір Еуропа елдерінің экологиялық бақтарында өсіріледі. Бүркіт сұңқартәрізділер отрядына, қашыға тұқымдас отрядына жататын үлкен құс. Барыс мысық тұқымдас жануар. Барыс та қызыл кітапқа енген жануарлар қатарында. Арқар жұптұяқтылар қатарының қосмүйізділер тұқымдасына жататын ірі аң. Аталықтарының мүйізі 61-190 см, түбірінің жуандығы 22-50 см, салмағы 30 кг. Таулы жерлерді мекендейді. Қазақстанда 6 түрі бар. Мәтінге жоспар. Бірінші, Қазақстанның қызыл кітабы. Екінші, жануарлар мен өсімдіктер. Үшінші, қызыл кітаптың екінші бөлімі. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі қою харіппен берілген сөздердің синонимдерін жазыңдар. Сирек, селдір, әредік. Қаупі, қатері. Тиімді, пайдалы, үнемді. Мәліметтер, ақпараттар, мағлұмат. Басылып шықты, жарыққа шықты. Тіркелді, енгізілді. Жойылу, қырылу. Сақтап, қорғап. Ісінің, жұмысының. Төртінші тапсырма. Қадыр Мырзалиннің қызыл кітап өлеңін тыңдаңдар. Аң құс жәндіктердің жойылуына кім кінәлі? Оларды қалай қорғауға болатыны туралы өз ойларыңды жазыңдар. Өлеңде ақын жануарлардың жойылу туралы айтып отыр. Олардың жойылып кетуіне адамзат кінәлі. Себебі оларды атып, терісін сатып жатады. Мұнымен тек заң аясында жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Заңға сәйкес жабайы жануарларды аулағандарға шара көрілу керек деп ойлаймын. Бесінші тапсырма жазылым. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша қос жазба күнделігін толтырыңдар. Негізгі ақпаратты түсіндіріңдер. Жұптасып өзара талқылаңдар. Дәйек сөз. Қазақстанның қызыл кітабы республика аумағында кездесетін сирек және жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер туралы мәліметтері бар негізгі құжат. Түсіндірме. Қызыл кітапқа жануарлар мен өсімдіктердің жойылып кетуінің алдын алу үшін оларды зерттеп, қорғау және көбейту жолдарын қарастырады.
6-шы тапсырма. Қызыл кітапқа енген аң, құс, балық және өсімдік түрлерін жазыңдар. Сүтқоректілер: Алтай арқары, алып көртышқан, барыс, орман сусары, түркмен құланы, Қазақстан арқары, үстірт арқары, тағы басқа. Құстар: ақбас құмай, аққұйрықты су бүркіт, дала қыраны, кіші аққу, лашын, сары құтан, тағы басқа. Балықтар: ақбалық, майшабақтар, бекірелер, шортан тәрізді ақмарқалар, сүйрік қанаттар, қара балықтар, албырттар, тағы басқа. Өсімдіктер: қалқан, асай мұса, кәдімгі өрік, шолпан шаш, сүмбілі, көктем жанаргүлі, мия жапырақ таспа, сары лапыз, қызыл қайың, тағы басқа.